сәлеметсіздер ме? Қызанақтың пайдасы. Қызанақтың құрамында В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдаланып отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері ауруларын кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты қасықтан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия, нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға түседі екен. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы екен. Қызанақ көздің ауруын да алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюына пайда болатын катарактардан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2, рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданылатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шегетіндерге көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарда жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады екен. Күнделікті тағам ретінде қолданып жүрген қызанақтың пайдасы мол екенін енді біліп жүресіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.